Заңгердің Threads желісіндегі жазбасы қазір қызу талқыланып жатыр. Өзінің желісінде Арум Назоркинг есімді блогер туралы сөз еткен. Ол көне тілдерді, мәтіндерді іздеумен айналысады деп мысал келтірген. Оның жұмысына істеп жатқан ісіне таңданысын білдірген. Осылай блогердің жазбасын мақтай келе қазақша сөйлейтіндерді келеке еткен. Ол өзінің жазбасында блогер ежелгі тілдерді зерттеп жүр, сол арқылы роликтар жариялайды. Буэвиллда 9 ғасыр ағылшын тілінде мысырлықтар мифтер, тіпті Илиада қайта өңдеп жарияланғанда роликтің астында гректер мыңдаған пікір жазды. Мұның қайсысы ежелгі грек тілі деген дебатта басталды. Мұндайды біздің қазақша сөйлеушілер түсінуі қайда деп жазды. Міне дәл осы сөзіне заңгер сүрінді. Желі қолданушылары мұны ана тілге деген құрметсіздік, ең сорақысы қазақша сөйлейтіндерді білімсіз етіп көрсеткісі келген пейіліне ашулы. Осыдан кейін жазба иесі Есімхановқа түрлі жағымсыз пікірлер қарша бұрып жатыр.